Үшінші, жаңа айнымалы енгізу тәсілі. X плюс Y-тан 1 қосу X минус Y-тан 1 тең 2, және X плюс Y-тан 3 қосу Y минус Y-тан 4 тең 7 теңдеулер жүйесі берілсін. Осында қарап отырсақ, 1 бөлінген X плюс Y, 1 бөлінген X минус Y теңдеулер жүйесіндегі екі теңдеуде де кездеседі. Сондықтан бұндағы 1 бөлінген X плюс Y-ті M деп белгілесем, ал 1 бөлінген X минус Y-ті N деп белгілесем, онда мен M мен M-ге қатысты жаңа теңдеулер жүйесін алам. Ол M қосылған N тең 2, 3M қосылған 4N тең 7 болып шығады. Бұл теңдеулер жүйесінің өзінен ақ көрініп тұрғандай, M мен N-нің мәндері 1-ге тең болады. Енді осы табылған мәндерді жаңағы белгілеуге кеп қоятын болсақ, онда 1 бөлінген X қосу Y тең 1, 1 бөлінген X минус Y тең 1 деген жаңа теңдеулер жүйесін алам. Бұдан ортақ бөлімге келтіріп жіберсем, X плюс Y тең 1-ге, X минус Y тең 1-ге болады. Қосу тәсілін пайдаланып жіберсем, 2X тең 2-де, бұдан X тең 1-ге болып шығады. 1-ді әкеп бірінші теңдеудің орнына қойсам, 1 қосылған Y тең 1, Y тең 0 болып шығады. Сонымен, мына теңдеулер жүйесінің жауабы 1 және 0 деген сан пары болады.